Шын ғашықтар қосылмайды деген нәрсе өтірік. Шын ғашықтар қосылады. Сіздің қосылған адамыңыз сіздің нағыз ғашық болуға лайықты адамыңыз. Ал ғашығыма қосыла алмадым, ғашығымды таппай жүрмін, біз бір-бірімізге ғашық болмай қосылдық деген нәрселер дұрыс емес. Себебі ғашық болу деген ол танымайтын адамыңның да сыртынан сен ғашық боласың. Өйткені оны қиялдап, сен оны әдемі, идеальный қылып көресің. Ал ол адаммен сен қосылсаң ғашық боласың ба, болмайсың ба, бір Құдай біледі. Қосылмаған адамың қанша ғашық болсаң да, саған ол қайырсыз. Саған кімнің қайырлы екенін Құдай өзі біледі, таңдап, тағдырыңа жазып қойған. Сол адам ең қайырлы. Сендердің қалағандарың сендерге қайырсыз болуы мүмкін, сендердің қаламағандарың сендерге қайырлы болуы мүмкін дейді. Сол үшін біздің қалауымыз болмады, ғашық болған адамыма тұрмысқа шықпадым, немесе үйленбедім. Біз бір-бірімізге ғашық болмағаннан кейін біз бір-бірімізді кешіре алмаймыз, жақсы көре алмаймыз. Сезім жоқ, махаббат жоқ деп олай ойламаңыздар. Ғашық болып 5 жыл жүрсе де, үйленгеннен кейін 4-5 айдан кейін 1 жылға жетпей ажырасып кетіп жатқандар бар. Қайда сонда ғашықтық деген нәрсе? Сол үшін ол қиялымыздағы біздің қалауымыз идеальный қылып көру, ғашық болғанда ғана керемет, ұрыспай тату-тәтті, бақытты болып күшті өмір сүреді деп олай ойламаңыздар. Өзіңіздің Құдай қосқан жарыңызды бағалаңыз, ғашық болыңыз. Кемшілігін, қателігін көрмей, жақсылығын, жақсы қасиеттерін қарап бағаласаңыз, шынайы ғашық бола аласыз.